Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біздер сән салонындамыз. Осы бизнесті қалай ашуға болады және кішкентай қалада осы бизнес ашуға қанша ақша кетеді және айына қанша ақша табуға болатыны туралы видеоролик болмақ. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоға лайк басып және біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, кеттік. Сәлем, Айгерім. Қош келдіңіздер. Енді жалпы сіздің бизнесіңіз бұл Айгерім Beauty деп аталған. Бұл сіздің өзіңіздің атыңызға аталған ба әлде? Иә, менің өзімнің атыммен аталған Айгерім Beauty. Бұл бизнеске 2015-тен бастап жұмыс істеп келе жатқан бизнес. Басында Айгерім сұлулық салоны ғана болатын, кейін Айгерім Beauty болып ауысты. Бұл енді, яғни сіз 6 жылдан бері айналысып келе жатсыз, 6 жылдан бері айналысып келе басында жатырмын. сіз осы помещениеде бастадыңыз ба әлде? Жоқ, әрине, басында бізде орналасқан жерде местоположение дейміз ғой. Ол да басқа жерде болатын кішігірім ықшам ауданында бастадық, 40 квадрат метр. Бұл біздің үшінші орналасқан жеріміз. Бірінші ғимарат жаңа айтып өткендей, бір жилой комплекстің ішінде бастадық. Одан кейін бизнес-центрдің ішіне көштік, орталыққа қарай. Одан кейін үшінші міне осы жерге келіп тоқтап жатырмыз. Енді неге именно бұл сфераны таңдадыңыз? Негізі бұл сфераға келуім өте қызық болды. Басында негізі былай, өзім негізі мұғаліммін. Сән салонының негізгі түбірін осы жолдасым, дос екеуі бірге бастады. Жаңа айтып өттім. Досы осы сферада жұмыс жасайды. Шаш ер адамдардың шашын алатын. Ол кезде енді жаңағы Ақкентте бастадық қой, ықшам ауданында. Ол жерде көбінесе сол жердің тұрғындарына ғана жұмыс жасайтын. Кейін жұмыс жақсы жүрмегендіктен мен араласа бастадым, мен жүргізе бастадым жұмысты. Жүргізе келе түсіндім, ол жерде местоположение нашар, біріншіден орналасқан жер. Содан кейін адамның келуі де аз. Сол тұрғындарға ғана қарап тұрасың да. Сол себепті жолдасым бір күн Талдықорғанға кеткен кезде ақырын ішіндегі заттардың бәрін жинастырдым. Ол кісі ол жерде ремонтта, евроремонт жасаған болатынбыз, қаншама қаражат салынды. Сол себепті ол жерде қимайтын ол кісі кетіп қалуға. Содан мен орталыққа қарай жаңа айтып отырмын, заттарды жинап алдым, ол кісі жоқ кезде көшіп алдым. Сөйтіп көшкеннен кейін ол жерде екінші орналасқан жерімізде бізде жақсы жүре бастады жұмыс. Жақсы жүре бастады, Инстаграмда жақсы айнала бастады. Содан кейін ары қарай осындай дәрежеге дейін жеттік. Жалпы енді бұл сән салонын бастауға, алғашқы капиталға қанша ақша кетті? Және бұл ақша бірінші сәтсіз болған, айттым ғой, бірінші сәтсіз болған ықшам ауданда ашылған 40 квадрат метр салонда бір 5 миллиондай кетті. Бұл өзіңіздің ақшаңыз ба, әлде кредитке алдыңыз ба, инвесторлардың ақшасы ба? Өзіміздің қаражатпен, иә, өзіміздің қаражатпен алынған, ішіндегі құрал жабдықтарына дейін біз өзіміз алған болатынбыз с нуля. Кішкентай қалаларда, мысалға Орал, Қызылорда, қандай Жаңаөзен деген сияқты басқа да қалаларда осы кәсіппен айналысамын дейтін адамдарға қанша ақшамен бастауға болады деп ойлайсыз бұл кәсіпті? Минимальное вложение дейді ғой. Минимальное вложение 1 миллион жеткілікті деп ойлаймын. Помещение бар алатын, реклама бар. Бұл жерде рекламаға өте, жарнамаға көп көңіл бөлу керек. Барынша Инстаграмға көп вложение кетеді деп ойлаймын. 1 миллион теңге ақша минимальный вложение кетеді дедіңіз ғой. Соған жалпы закупқа не нәрселер кіреді оның ішіне? Құрал жабдық, сосын алатын орны, ғимарат. Помещениеден арендаға аласыз. Иә, помещениеден арендаға аламыз. Құрал жабдықтар, реклама. Соның бәрі осы 1 миллион ішіне кіреді ғой, 1 миллион ішіне кіреді, иә. Енді ол минимально есептеген кезде. Мысалға, мен өзім жеке визажистпін. Визажистің өзінің құрал жабдықтарының өзі, мысалға, 100 мыңнан төмен болмайды. Оның өзі бөлек. Ал басқа да мастерлер болады бұл жерде. Шаштың мастері, тырнақтың мастері дейміз ғой, мысалға. Олардың да өздерінің бөлек құрал жабдықтары болады. Салонға қатысты бөлек материалдар болады, жеке қолданатын. Бұл жердің, мысалы, мынау қазіргі алып отырған помещениеңіздің арендасы қанша? Және қанша метр квадрат? 100 квадрат метр. Арендасы 450 мың теңге. Бұл жалпы орналасқан жер қандай жер болып саналады? Адам көп жер ма? Алматының орталығы, жаңа мен айттым ғой. Орналасқан жер ең маңызды. Любой бизнеске, әр бизнеске орналасқан жер маңызды деп ойлаймын. Енді жалпы бұл сән салонының ішінде бөлек қандай да кәсіптерді жүргізуге болады? Сән салонының ішінде мен
бөлек оқу курстарымен айналысамын. Макияж курстарын үйретемін. Сам себе визажист курсы, салонный визажист курсы дейді. Сондай кәсіби курстармен айналысамын. Одан бөлек онлайн магазин дейді, ол косметики. Онлайн магазин косметиканы бірге қосып алып жүрсе болады. Өйткені оқушылар келеді, сенен оқиды, мысалға, 7 күндік менде курсым, өзім салонный визажист курсым. И соны бітіргеннен кейін бастапқы жаңағы материалдарды сұрайды. Сол кезде бірден өзімнің жаңа онлайн магазинінде қосып алып жүргізуіне болады. Мысалға, менен бітірсеңіз 20% жеңілдік берем. Мысалға, барлық Алматы қаласында магазиндер 10% жеңілдікпен. Ал егерде менен бітірсеңіз, мен сізге 20% жеңілдікпен берем деп, өзіңіздің онлайн магазиніңізде қосып алып жүрсеңіз болады. Яғни өзіңізді оқып бітірген адамдарға заттарды қымбат емес, қазіргі магазиндердің бағасында емес, орташа бағамен алып сатасыз. Бизнеске закупты қай жақтан аласыздар? Әкеліп беретін адамдар бар ма? Бізге әкеліп беретін адамдар бар, дистрибьютерлер. Әр брендтің өзінің официальный дистрибьютерлар болады. Бізге әкеліп беретін бағалары басқаша. Сол бағамен жеңілдікпен визажистерге арналған. Көлеміне байланысты кейде жеңілдік жасайды. Солай көлемді қылып алып аламыз өзімізге қажетті косметикаларды. Жалпы бұл кәсіпке клиенттерді қай жақтан алып келесіздер? Сарафанный радио ма или инстаграмда жұмыс жасайсыздар ма? Сарафанный радиода, инстаграмда. Мысалға, мен бір қалыңдықты егер бояндырып жіберсем, ол жердегі мысалға сұрап жатқан қыздар маған келіп жатады. Визажистер көбіне осындай образдармен жұмыс жасаймыз, мысалы до и после деген сияқты рубрикалар жасаймыз. Негізгі сол менің жарнамамның көзі осы инстаграм. Айына рекламаға 100 000 кетеді. Жаңа адамдарды сам себе визажист деген курс үйретемін дедіңіз ғой. Соның бір апталық уақыты? Жоқ, сам себе визажист курсы 3 күн, 10 000 теңге, салонный визажист курсы 7 күн, 50 000 теңге. Яғни мен өзіме курсқа келген студенттердің арасынан талпынып тұрған студенттер болады, қолынан бірден қағып алып, макияжды көрсеткен кезде қағып алып тұрып, бір жағынан ұқыпты сондай қыздарды бірден өзіме алып қаламын да команданы. Жақсы. Енді қызметкерлеріңіз жөнінде айтып өтсеңіз, қандай қызметшілер кіреді қарамағыңызға? 20 қызметкер жұмыс жасайды. Бір салонда 20 Бір салонда 20 қызметкер жұмыс жасайды. Шаш мастері, тырнақ мастер, маникюр мастері, сосын макияждың мастерлері. Көбіне енді өзім осы визаж саласында жүргендіктен, көбіне менде мастер макияждан көп жүреді. Өйткені менде аудитория, өздеріңіз білесіздер, парақшамда көрініп тұр, визажбен жиі айналысатын. Сол себептен көбіне бізде образға келеді клиенттер. Стилист по прическам, сосын шугарист, ламинация ресницы, бровей жасайды қыздар, педикюрдің мастері, маникюр, педикюр. Ол жерде де 2 қыздар отырады. Енді олардың айлығы жөнінде айта кететін болсам, 50%, яғни салондағылар 50% өзіне алады. Материал барлығы менен, материалдарды мен өзім ұсынам, косметикаларды өзінің жұмысына ғана сол 50%-ын алып отыр. Және де бөлек тазалаушыларымыз бар, салонды тазалайтын, таргетологымыз бар өзіміздің. Жаңа 20 қызметкер дедіңіз ғой, оның барлығы бір мезгілде осы салон ішінде жүр ме, қалай уақытша график жағы? Жоқ, бізде график бойынша жұмыс жасайды. Яғни алдын ала жазылады клиенттер, сол кезде келіп қабылдайды, содан кейін бос. Барлығы бір мезгілде осы помещение ішінде жүру міндетті емес қой, да? Барлығы бір мезгілде помещение ішінде жүру міндетті емес, бірақ менде визаждың қыздары міндетті жүруге. Сіз басында өзіңіз бастаған кезде қызметкерлер алдыңыз ба, әлде өзіңіз визажист болдыңыз ба? Басында бастаған кезде біз 3 қыз ғана болып жұмыс істейтінбіз. 3 қыз ғана, мен өзім қабылдайтын, өзім макияж жасаймын, өзім оқытамын. Одан кейін біреусі администратор ретінде жүретін, бір қызын. Сосын өзім жанаман жақсартып жүргізіп, оқуға адам көбейіп кеткеннен кейін, мысалға басында мен индивидуально бір адамнан ғана қабылдап жүрдім да, сам себе визажист курсын, мысалы 10 000 теңгеге бір адамнан қабылдап жүрдім. Кейін адам саны көбейіп кетті да, мысалға бір уақытта 3 адам, 4 адам келетін болды. Мен жалғыз өзім үлгермегендіктен қасыма бір визажист көмекші қыз алдым. Сол 3 қыз болып бастағанбыз ең алғашында. Жалпы мынау осы бизнестегі сән салоныңыздағы средний чек бір адамнан қанша теңге? Бір адамнан 5 000. Ал күндік выручкаңыз қанша болады? 50 000. Сонда айына выручкаңыз 1,5 миллион. 1,5 миллиондай шығады. Көп адамдарға қызық сұрақ деп ойлаймын. Осы кәсіпті бастайтын кезде жасаған негізгі қателіктеріңіз қандай болды?
бірінші орналасқан жері дұрыс таңдалу керек, инстаграмда жақсылап жүргізу керек деп ойлаймын. Енді бастап келе жатқан мастерлерге де айтарым жұмысын бірден бастай салып, оқуды бітіре салып, ойбай мен салон ашам деп жүгірмей ақшы. Бірінші басқа бір жетістікке жеткен не бір салондарда жұмыс жасап, өзін көрген дұрыс. Сол салонның жаңа системасын, қалай жұмыс жасап жатыр. Оны копировать ету емес мақсат, үйрену өзіне көп нәрсені білу. Жалпы айтып отырсыз ғой, жаңадан ашам деп жатқан кәсіпкерлерге бірінші өзі сол ортада, сол сән салонында жұмыс істеп үйрену керек деп. Енді сол кәсіпкерлер алғашқы кәсіптен ашқан кезде бастапқы клиенттерді қалай өздеріне тартады? Алғашқы клиенттер негізінен сол Инстаграм. В основном Инстаграммен жақсы жұмыс жасай білу керек. Негізі көзі осы бизнестің Инстаграм. Бұл жерде егер сен бір саламен айналыссаң, жалғыз сол саланың ғана маманы болмау керексің ғой. Мысалға мен таргетингті басында өзім жасайтынмын. Инстаграмды да өзім жүргізетінмін. Соның барлығын жан-жақтан оқып үйрену керек та. Мынау мастерлерді, жұмысшыларды қалай жинадыңыз командаға? Көбіне мен өзімде оқыған студенттерді алып қалам. Дайын мастерлермен жұмыс істеу мен үшін қиын, әсіресе мына визажда. Өйткені олар звезду поймайды дейді ғой. Жұмыс істеткізе алмайсың да, ал жаңағы өзіңнің техникаңда әбден үйретіп, мысалы өзім техникаммен жасаған макияж менің көңілімнен шығады. Сондай техникамен жасап, сосын клиентпен жұмыс жасай алама, бір апта бойы бақылайсың. Сол арасынан өзім командама алып қалам. Бұл бизнесте жалпы сезонность бар ма? Мысалы, карантин есептемеген кезде қыста қалай жүреді, жазда қалай жүреді? Көбірек касса қай мезгілде, қандай айда шығады? Басында негізі бар деп ойлайтынмын сезонностьті. Көктемде мысалға той басталады, сол кезде жаңағыдай жақсылап жүреді, жұмыс деп ойлайтынбыз да, бірақ қазір ойласам, тағы да Инстаграммен жақсы жұмыс істесек, әсіресе оқу түрлерінен. Сам себе визажист, салонный визажист. Оқитын адамдар сезонға қарамайды ғой. Қай уақытта болса да оқиды. Жалпы бұл сән салонына келетін әйелдердің пайызы қанша, еркектердің пайызы қанша? Менде көбіне қыз балдар көп келеді. 80-90% дейікші. Қыздар, иә. Енді ол балдар бірен-саран макияжға келетін, үйренуге. Так, енді бұл кәсіпте ең көп ақша келетін услуганың түрі қандай? Бұл жерде енді өзім визажист болғаннан кейін макияж бізде ең көп өтеді. Жалпы бұл кәсіпті сатуға дайынсыз ба? Сатар ма едіңіз? Жоқ, сата алмаймын. Сата алмаймын, мүмкін емес, өйткені 6 жыл бойы қаншама жұмысым, қаншама уақытым, қаншама в душу вложила дейді ғой. Осы кәсіпті жаңадан ашқысы келетін адамдарға қандай рекомендация бере аласыз? Кеңестеріңіз қандай? Қандай қателіктер жасамау керек? Бірінші, өзіңіздің атыңызбен жақсылап Инстаграм парақшаңызды жүргізіп, жұмыстарыңызды көрсетіп, Инстаграмды дамытып алғаннан кейін, ары қарай уже бизнестеріңізді жаймендеп бастай берсеңіздер болады деп ойлаймын. Жалпы бұл кәсіпте сіз өзіңіз қалай үлгересіз? Өзіңіз визажистсіз ба, әлде тек қана управлениеде жүресіз ба? Өзім визажистпін. Өзім визажист болып те жұмыс жасаймын, и басқаруда да жұмыс жасаймын. Енді бұл жерде маған көмектесетін қасымда әрине қыздар болады. Бұрын мен сам себе визажист курсын өзім жүргізсем, қазір қыздарым жүргізеді, мен тек қана салонный визажист курсын жүргіземін. Және де макияжды да көп қабылдамаймын, өзімнің бұрынғы клиенттерімді қабылдап жүремін. Көбіне қыздарым қабылдайды. Жалпы жаңа күйеуіңізбен бірге осы кәсіпті алғаш бастағаныңызды айтып қалдыңыз. Осы орайда отбасыңызға, күйеуіңізге, бала-шағаңызға және кәсіпке қалай уақыт табасыз, қалай үлгеріп жатыр? Адамның өзіне байланысты үлгермеу. Мысалға, уақыттың барлығын интернетте, социальный сетте отырып, TikTok көріп, видео көріп, Instagram соған кетіргенше, одан да тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Мен 2 ұлым бар, Аллаға шүкір, қазір маған енді үй жұмысында көп көмегін тигізіп жатқан жолдасымның анасы. Және де уақытты табам, ол менің өзімнің бизнесім, жобам. Адам мақсат қоя білу керек, сол мақсатқа жету үшін ешқандай да
жаңағы қиындықтарға қарамай тек алға қарай өзін дамытып жаңағы уақытын босқа кетірмеу керек қой. Әр уақыт бізде қымбат, әр минуттарымыз қымбат. Үлгерем деген адам үлгереді. Иә, үлгерем дейтін адам үлгереді. Әрине, бірақ енді әйел адам үшін бірінші орында отбасы, ары қарай уже өзінің бизнесі. Мен үшін отбасы екінші жоба. Енді үлгеріп жатырмын дедіңіз, күнде қанша сағат ұйықтайсыз? 7 сағат, 6-7 сағат ұйықтаймын. Осылай біздің көрермендерге де өте мағыналы, информативный видеоролик болды деп ойлаймын. Құпияларыңызды ашып, барлығын ашық айтқаныңызға көптен рахмет. Сіздерге де рахмет. Істеріңізге сәттілік.